Баршаңызға сәлем, сіздермен Жорабекова Жанерке, және бүгін біз Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бекіткен төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты зардап шеккен халықтың, шағын және орта бизнестің қарыздары бойынша негізгі борыш және сыйақы сомаларын төлеуді тоқтата тұру тәртібіне тоқталатын боламыз. Төтенше жағдайдың енгізілу нәтижесінде халықтың, шағын және орта бизнестің қарыздары бойынша негізгі борыш пен сыйақы сомаларын төлеуді тоқтата тұру тәртібі екінші деңгейдегі банктерге, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, ломбардтарды, онлайн кредиттеу компанияларды, кредиттік серіктестерді, оның ішінде барлық микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын кредиттік ұйымдарға қатысты қолданылады. Негізгі борыш пен сыйақы сомаларын төлеуді тоқтата тұру кредиттік ұйымдар 2020 жылдың 16 наурызға дейін берген барлық банктік қарыздарға және микрокредиттерге қолданылады және 2020 жылдың 16 наурыз бен 15 маусым аралығында 90 күндік кезеңге беріледі. Халықтың барынша осал топтарын қорғауды қамтамасыз ету үшін банктік қарыз және микрокредит шарттары бойынша негізгі борыш пен сыйақы бойынша төлемдерді тоқтата тұру, өтініштерді растайтын құжаттарды талап етпей және қосымша келісімге қол қоймай, қарыз алушының келісімімен жеке тұлғалардың мынадай санаттары үшін жүзеге асырылады. Бірінші, халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына. Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары. Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына теңестірілген адамдар. Бірінші, екінші топтағы мүгедектер, мүгедек баласы бар немесе оны асыраушы отбасылар. Созылмалы аурулардың ауыр түрімен ауыратын адамдар. Жасына қарай зейнет демалысына шыққан зейнеткерлер. Кәмелетке толғанға дейін ата-анасынан айырылған 29 жасқа толмаған жетім балалар немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар. Оралмандар, экологиялық зілзалалар мен төтенше жағдайлардың салдарынан тұрғын үйінен айырылған адамдар. Алтын алқа, күміс алқа, батыр ана, ана даңқы орденінің бірінші, екінші дәрежесімен наградталған көпбалалы аналар, көпбалалы отбасылар және мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді, әскери қызметтерін орындау кезінде, адам өмірін құтқару кезінде, құқық қорғау тәртібі орындау кезінде қаза тапқан адамдардың отбасылары және толық емес отбасылар жатады. Екінші, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алушылар. Үшінші, жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген жұмыссыздар. Осы көрсетілген жеке тұлғалардың тізімдері кредиттік ұйымдарға Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің және кредиттік бюролардың ақпараттары негізінде ұсынылатын болады. Және келесі топ, төртінші топ, ол жеке тұлғалар болып табылады. Жеке тұлғалар микрокредиттік шарттары бойынша негізгі борыш пен сыйақы бойынша төлемдерді тоқтата тұру өтініш негізінде растайтын құжаттарды ұсынбай, мынадай себептер бойынша ғана жүзеге асырылатын болады. Олар карантиннің енгізілуіне байланысты уақытша жұмысқа жарамсыз, ақы төленбей еңбек демалысында жүрген, жұмыстан шыққан, еңбек шарты бұзылған не болмаса еңбек шарты тоқтатылған, жалақысы немесе өзге кірістері төмендетілген немесе төлеу тоқтатылған және егер қызметкер карантин енгізілген аумаққа кіріп шығуы шектеулігіне байланысты жұмыс орнына келе алмаған жағдайда және алтыншы, соңғысы, қаржылық жағдайының нашарлауын куәландыратын өзге де себептер болып табылады. Қарыз алушының өтініші қаржылық жағдайдың нашарлау себептерін көрсете отырып, еркін нысанда электрондық почтаға не болмаса мобильді қызметтерді қолдана отырып жүзеге асырылады және кредиттік ұйымдар қарыз алушының өтініштерін 10 жұмыс күнінде қарайтын болады. Өтініш кредиттік ұйымдарға кез келген сәтте, яғни 2020 жылдың 16 наурыз бен 15 маусым аралығындағы кезеңде бере алады.
Және ең соңғы 5-ші топ шағын және орта кәсіптік субъектілеріне, оның ішінде дара кәсіпкерлерге банктік қарызда не болмаса микрокредиттер шарттары бойынша негізгі борыш пен сыйақы бойынша төлемдерді тоқтата тұру қарыз алушылардың өтініші мен және қаржылық жағдайының төмендегенін растайтын құжаттар арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте кредиттік ұйымдар мынадай шарттар бойынша тоқтата тұру туралы шешім қабылдай алады. Яғни қызметті төтенше жағдайлардың енгізілуіне байланысты төмендеген экономика салаларына, яғни азық-түлік, дәріханалар, мейрамханалар, кафелер және тұрмыстық қызмет көрсету секторы, театрлар, кинотеатрлар, фото және бейне түсіруді, көрмелерді, конференцияларды қоса алғанда бос уақытты және демалысты ұйымдастыру, мерекелерді ұйымдастыру, сән салондары, фитнес орталықтары және төтенше жағдай режимінің қолданылу кезеңінде сатылған тауарлар мен көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуі, сатып алушылардың ақы төлеу мерзімдері кешіктіргені, тоқтатыла тұрғаны, ауыстырылғаны, қызметкерлердің штат санының қысқарғаны және осы расталған кезде басқа объективті себептер бойынша қаржылық жағдайы нашарлағандарға осы қызмет көрсетілетін болады. 2020 жылдың 16 наурыз бен 15 маусым аралығындағы кезеңдегі кредиттік ұйымдар төлемдерді тоқтата тұру туралы өтінішті қарағаны және тиісті шарттарды өзгерткені үшін қарыз алушыдан комиссияларын не болмаса өзге де төлемдерді алмауы тиіс. Бүгінгі сіздермен бөліскім келген ақпараттар осылардан тұратын, және бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарыңыз не болмаса кеңес алғыларыңыз келсе біздің ұйымға хабарласа аласыздар. Мен осында мекен-жайды қалдыратын боламын, және келесі кездескенше қош сау болыңыздар.